Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, нәзік қуырыстар әзірлейміз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант және ас содасы. Ең алдымен біз жұмыртқаларымызды құрғақ ыдысымызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне, жұмыртқаларымыз осылай көпіршуі қажет, және оның үстінен ас содамызды саламыз. Және де қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Онан соң ситадан өткізілген, илеуіштен өткізілген ұнымызды салып, қайтадан араластырып, қамыр илейміз. Ал енді осындай дайын болған қамырымызды салафанға салып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей, біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызға жақсылап тұрып, ұн сеуіп, жұқалап, жайып шығамыз. Қамырымыз неғұрлым жұқа жайылса, қуырыстарымыз соғұрлым нәзік әрі жұмсақ болады. Және де қамырымызды осындай бөліктерге бөліп аламыз. Сұйық майымызды қыздырамыз және 2 шанышқымызды дайындап, мінекей қуырыстарымызды жеке-жеке салып, дәл осы 2 шанышқының көмегімен осылай орап отырып қуырып аламыз. Қуырыстарымызды осылай қуырып аламыз да, және де осы шанышқының көмегімен қуырыстарымыздың ортасын осылай айналдыра отырып ашамыз. Сол кезде біздің қуырыстарымыз үлкенірек болып шығады. Және де орталары ашық розочка гүліне ұқсап тұрады. Мінекей, біздің қуырыстарымыз дайын болды. Өте дәмді, нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.